Қазір мен таңертең 4:30-5-те оянғаннан кешке дейін уақытымның өтірік айтпасам бір 50-60%-ын жасанды интеллектпен жұмыс істеумен өткізем. Міне, ChatGPT-ді қолданам, өзім баннерлер жасайым неше түрлі. Соң кейін Gemini қолданам, одан видеолар жасатам түрлі-түрлі мүмкіндіктері енді жаяу келе жатқан адаммен көлікке отырған адамдай болады. Жүк арқаласаң жаяу арбамен сүйрегеннен самолетпен тасығандай болады. Егер де жер қазсаң қолмен істегенмен экскаватордың мен жер қазғанда айырмашылық. Осының бәрін маған бастап үйретіп берген Бек Сарбасов деген азамат басынан бастап баптап, бұмен қалай түсіндіруді үйретті. Сондықтан бәріңізге айтатын кеңесім ChatGPT-ді, Claude-ді, Gemini-ді, DeepSeek, Xfield сияқты жасанды интеллектті меңгеріңіз, өзіңізде, балаңызда, жасыңыз қаншаға келсе де. Ал Бек өте жақсы үйретеді. Өте қарапайым тілмен, өте мынандай түсінікті 70-80 жастағы адамға миыңызға құйып береді. Бекке рахмет.